Әбу Зар Ғифаридің иманға келуі. Исламның нұры рухтарды жасырын түрде болса да сәулелендірді. Алғашқы мұсылмандар шын ықыласымен беріліп, Хазірет Расулалланың жөн сілтеуімен, Алланың ақ жолымен ілгерілеуге тырысып бақты. Пайғамбарымыз әлі дінін ашық жария етпегенді. Соған қарамастан, Меккеден басқа көп жерлерде соңғы пайғамбардың белгілі болғаны хақында құлағдар болғандар баршылық. Сондайлардың бірі Ғифар руынан Әбу Зар есімді адам. Әбу Зар жахилияның дәуірлеген кезінде де пұтқа табынуды ерсі санайтын. Жатса тұрса ақиқатты іздеумен болған арабтың атақты шайыры еді. Пайғамбарымыздың келгенін естіген соң, анық қанығына көз жеткізу үшін бауыры Унайсты Меккеге жолдап тұрып, бар, Меккеден шыққан пайғамбармен жүздес, сыр сипатын айтып келерсің деді. Унайс бауырының айтуымен Меккеге барып, онда пайғамбарымызбен кездесіп сөйлескен соң қайтып келді. Әбу Зар інісінен көрген білгендерін сұрай бастады. Сондағы Унайстың жауабы: Меккеге бардым, айтқан адамыңмен кездестім. Ол халықты тек жақсылыққа шақырып, жамандықтан аулақ болуға үндейді, адамгершілікті уағыздайды. Халық оны шайыр, сәуегей, сиқыршы деп атайды екен. Көріпкелдің талайын тыңдадық қой, оның айтқаны сәуегелікке тіпті ұқсамайды. Шайыр дейін десем, оған келмейді. Айтқандары біз білетін өлеңнен мүлде басқа. Сиқыршы деу тіпті қисынсыз. Қысқасы, Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам туралығына көзім жетті. Оған пәлен түгендеп кінә таққандардың өздері өтірікші. Әбу Зарды Унайстың айтқандары қанағаттандырмады. Өзім барып, бетпе-бет кездесіп, сөйлеспесем болмас деп, асығыс жолға жиналды. Кетерінде бауыры: көрім дегенің дұрыс қой, бірақ Меккеде байқап жүргейсің. Мақсатыңды сезсе, Мұхаммедтің дұшпандары зиян келтіру мүмкін деп ескертті. Әбу Зар қолына асат аяғын алып, азық-түлік салынған дорбасын арқалап жолға шықты. Құмды шөлдерден асып, Меккеге жетті. Келген бетінде тікелей Қағбаға барды. Айналасындағы адамдарға аңтарыла қарап, алақтап, ардақты пайғамбарымызды, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, іздеумен болды. Бірақ танымағандықтан таба алмады. Жұрттан сұрауға да батылы жетпеді. Өйткені бауыр айтқандай, Меккеде мұсылмандар мен мүшіріктер арасындағы бітіспес күресті сырттай қарағандақ байқауға болар еді. Әбу Зардың Қағбаны паналағаннан басқа шарасы түгесілгенді. Зәмзәм суын ішіп алып, мешіттің бір бұрышына қисая кетті. Арадан неше сағат өткенін кім білсін, бүрісіп жатқан оның қасынан Хазірет Әли өтіп бара жатып, мына байқұс ұзақ жолдан келген мүсәпір-ау сірә деп күбірледі. Мұны естіген Әбу Зар басын көтеріп: «Я жолаушымын, алыс жолдан келген жайым бар» деді. Хазірет Әли: «Онда жүр үйімізге, қонағымыз бол» деп, Әбу Зарды үйіне ертіп апарып күтеді. Бірақ екеуі де бір-біріне сақтық жасап, ол түні жақ ашпады. Таң атқан соң Әбу Зар Хазіреті Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам іздеу үшін тағы да Қағбаға барады. Келген кеткенге қарап, әрлі-берлі жүрумен кешті батырады. Бірақ ешбір дерек жоқ. Осылайша тағы да үмітсіз кейіпте отырған оның жанына тағы да Хазіреті Али келеді. «Әлі қайда кетеріңді білмей отырсың ба?» деп сұрайды. «Иә, дәп солай» дейді Әбу Зар. «Онда бізге жүр, мейманымыз бол» деп, Хазірет Али тағы да қолқа салады. Жолда келе жатып, ол қонағының қайдан, не мақсатпен келгенін сұрайды. Әбу Зар: «Егер ешкімге тіс жарып айтпайтындығыңа сөз берсең, айтайын» деді. Хазірет Алидің уәдесін алған соң Әбу Зар оған сапарының мақсатын түсіндіре бастады. «Мен Ғифар руынанмын. Осы Меккеден ақырзаманның пайғамбары шықты деп естідім. Сол адамға жолығайын деп келіп ем». Әбу Зардың мақсатын ұққан жас сахаба: «Әли көздері күлімдеп: сен тура жолды таптың, қуаныштымын. Мен қазір Расулаллаға бара жатырмын. Сен де ізімнен жүріп отыр, мен кірген есіктен сен де кір. Нысаналы жерге жеткенше осылай бейтаныс кісілерше жүріп барамыз. Егер алда-жалда жолай саған зияны тиетіндей біреу кездесе қалса, еңкейіп кебісімді түзеткен боп белгі берем. Ал сен маған қарайламай, тіп-тіке қасымнан өте шық» деді. Сөйтіп екеуі үйден шықты. Хазірет Алидің ізімен жүріп отырып, Әбу Зар аман-есен Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам құзырына кірді. Әбу Зар кірген бетте: «Ассаламу алейкум уа Алланың расулы» деді. Ислам тарихында бұлайша сәлем берген тұңғыш адам осы Хазірет Әбу Зар. Сүйікті пайғамбарымыз
Алланың рахметі саған да жаусын деді де келген кісіден кім екендігін сұрады. Әбу Зар: мен Ғифар тайпасының өкілімін. Қашаннан бері Меккедесің? Қайда жатып, ас суыңды қайда ішіп жүрсің? Зәмзәм суын ішіп күн өлттім. Аштықты сезінген жоқпын. Я, зәмзәм берекелі тойымды азық. Уа Расулалла, маған исламды түсіндір. Екі жиһанның нұры Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Алланың соңғы діні, иманның шарттары жайында егжей-тегжейлі баяндап берген соң, Әзірет Әбу Зар сол жерде кәлимаға тілін келтіріп, мұсылман атанады. Иман келтіріп, мұсылмандықты қабылдаған Әбу Зарге әрдайым сақтықты ұсынатын Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мынадай ұсыныс айтты. Әй Әбу Зар, сен әзірге бұл іс туралы жан баласын айтпа, еліңе қайт. Жақсылықты жария етуге асықпа. Дінімізді ашық таратуға жаратқаннан жарлық алғанымды естіген күні келерсің. Толқып, жүрегі қуаныштан лүпілдеген Әбу Зар: уа Расулалла, сені хақ пайғамбар ретінде жіберген Алла тағаланың атымен ант етемін. Мен бұл жайтты мүшіріктер арасында ашық түрде жарияламай қоймаймын деді де үйден шығып Қағбаға қарай бет алды. Сол жерде бүкіл мүшіріктерге естірте: уа Құрайыштар! Мен Алладан басқа тәңірдің жоқ екендігіне, Мұхаммед оның елшісі екендігіне куәлік беремін деп дауыстады. Әрине, мұны естіген мүшіріктер қарап қалмады. Тарпа бас салып, Әбу Зарды қан жоса қылып соққыға жықты. Егер сол сәтте әлгі мұсылмандықты қабылдамаған Әзірет Аббас көріп, оның Ғифар руынан екенін, Ғифарлардың Шамға барар сауда-саттық жолының иесі екенін ескертпегенде, мүшіріктер Әбу Зарды өлтіруден тайынбайтын. Алайда иманнан қуат алған Әзірет Әбу Зарды сойылда, соққыда тоқтата алмады. Есін жия салып, ертеңіне тағы да Қағбада Алланың барлығымен бірлігін, пайғамбардың хақтығын айтып жар салады. Мүшіріктер сау тамтығын қалдырмай дүрелесе де, ол айтқаннан қайтпады. Бұл жолы да Әзірет Аббас араласып: неткен жауызсыңдар, Ғифар руының адамын өлтіріп, осы күндеріңді өздеріңе көп көріп отырсыңдар ма? Ғифарлар сауда жолын жауып тастаса не істейсіңдер демегенде, мүшіріктердің қолынан мерт болуы мүмкін еді. Осы оқиғадан кейін Әбу Зар хақ дінге өз руластары мен жерлестерін шақыру мақсатымен еліне қайтты. Хиджри 6 жылына дейін сонда болып, Бәдір, Ухуд, Хандек шайқастарына қатыса алмады. Онан кейін ылғи ақырзаман пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның қасында жүрген.